Құрметті көрермендер, тікелей эфирде әдеттегідей таңшолпан. Бүгіннен бастап бізде асылдың сынығы атты жаңа айдар. Қоғамда әдебиет пен мәдениетте, өнерде ерекше із қалдырған жандардың ұрпақтары туралы бейне материалдың алғашқысы Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген артисі, Қазақстанның халық әртісі Құдайберген Сұлтанбаевтың баласы Еркебұлан Сұлтанбаев жайлы. Сатира жанрының нағыз жарық жұлдызы. Тамаша әзіл-сықақ театрының іргесін қалаушылардың бірі болған актер өмірінің соңына дейін көрерменнің хас өнерімен сусындатып өтті. Шіркін. Құдайберген ағамыздың биінің бітімі бөлек еді ғой, ерекшеді. Көрнекті актер кино өнерінде де өзіндік із қалдырды. Бірнеше көркем фильмдерге түсті. Сан қырлы талант иесі ән салып, бірнеше аспапта шебер ойнады. Суретшілік өнерден де кенде болмады. Осы таланттары ұрпағының бойында да бар екен. Қазір соны бірге көрейік. Асылдың сынығы Еркебұлан Құдайбергенұлының бойында да мұндай өнері бар. Кішкентай кезімде әкем ол кезде марқұм үйге келіп, сол кассетісін алып келді, видеокассетісін. Екі видеокассетті болатын, біреуі Брюс Лидің киносы, екінші Майкл Джексон концерті. Мен сол Майкл Джексон таңдадым. Ол бала күнінен жақсы тәрбие алды. Бәріне өз еңбегімен жетуге, әке абыройына кір келтірмеуге тырысты. Өзім әкеме де айтатым, сен айтпай қой қатты. Маған көмектесін. Әкем де өзі ондайды жақтыртпайтын. Көптеген ағаларымыз қасымызда жүрдік қой, қасында үйреніп. Сол кезде әкем айтатын, өзің ұрыс ана балаға, өзің тәрбие бер, өзіңнің балаң деп жаңа сол кісіге табыстайтын. Ол бар ынта жігерін салып 11 жылдан бері сыртқы істер министрлігінде қызмет етіп келеді. Қызметіне ұқыпты, шетелдерде де жиі болады. Десе де, сахнадан қол бұлғаған бала арманы әлі де шақырып тұрады. Кезінде әрине солай жүрдім, өзім әртіс болам деп ойладым, бірақ әкем қарсы болғаннан кейін сөйтіп енді оның сөзіне қарсы тұра алмай, ол қарсы емес, бірақ енді өз айтты, менің арманым сол мемлекеттік қызметке барып дипломат болсаң, жақсы қызмет маған ұнайды деп өзі сөйтіп айтты. Десе де Еркебұланның әкесіне деген құрметі шексіз. Мемлекеттік қызметте жүріп көп нәрсе үйренгенін айтады. Ал кейін мүмкіндік болса, кино әлемінің қазанында қайнап көруге қарсы емес. Тек қана әртіс сияқты емес, тек қана өнер азаматы сияқты емес. Ол негізі адам ретінде, бәрін есінде жақсы адам ретінде сөйтіп қалып кетті. Сондықтан мен ойлаймын, бізге арман, өзіміздің баламыз өсіп келе жатыр, ертең өзім ұлыма, менің атым солай қалса ма деп сондай арман шынымен. Мынау кезінде Құдайберген Сұлтанбаев салған суреттер. Бір қызығы Еркебұлан да балалары да бұл өнерден кенде қалып жатқан жоқ секілді. Атадан дарыған асыл қасиет бұл ғана емес. Өзім ортамда мен негізі күлдіріп, біреуді салып, немесе бір қызықты оқиғаны қызық қылып айтып бере аламын. Мен енді ойлаймын, ол әкемнен келген өзі сондай зат шығар деп ойлаймын, өзім әкемнен қалған. Ендеше біздің көрерменде көрсін бұл өнеріңізді. Енді қазір қиындау болар, қазір сала алмайтын шығармын. Көрсете алмаймын, шынымен. Оны дайындау керек, папам салу қиын болады. Еркебұлан Құдайбергенұлы отбасына, қызметі мен достарына бірдей уақыт бөлуге тырысады. Бала арманының да бір күні орындаларына сенеді. Бұл әке сөзінен аттамаған ұлдың тектілігін көрсетсе керек.